Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қазақ тілінде болатын тақырыптардың ішіндегі түбір және қосымша сөз құрамына талдау кезінде жұрнақ, жалғауды ажыратуға байланысты үйренетін боламыз. Әдетте қайсы жұрнақ, қайсы жалғау деп ажырата алмай қиналып қалатын кездер болады. Ол үшін біз қазақ тіліндегі жалғаулардың 4 түрі бар. Сол 4 түрін жақсылап біліп алсақ жеткілікті. Қалған жағдайда жұрнақтың белгісін қойып, жұрнақ деп айта беруімізге болады. Әрине оның ережесін жаттау қиын емес, дегенмен де ажырату кезінде қиындық туындауы мүмкін. Бүгіннен бастап біз әрбір жалғауға жеке-жеке тоқталып көрейік. Сіздерге жаңа айтқанымдай, жалғаудың қазақ тілінде 4 түрі бар. Көптік жалғаулар, жіктік жалғаулар, тәуелдік жалғаулар және септік жалғаулар. Осы үлкен 4 жалғаудың ішінде бүгін көптік жалғауға тоқталамыз. Көптік жалғаулар атына айтып шығып тұрғандай, зат есімге көптік мағына береді. Көпше түрде айтамыз. Лар, лер, дар, дер, тар, тер. Бұлар көптік жалғаулары. Егер сөздің соңғы буыны жуан дауысты дыбысқа аяқталса, онда жуан, жіңішке дауысты дыбысқа аяқталса, жіңішке жалғауларды жалғаймыз. Мысалы, қараңыздар. Бала, оны бәріміз білеміз, балалар. Дәптерлер. Адамдар. Гүлдер. Ағаштар. Мектептер. Енді сөз құрамына талда деген кезде біз сөздің одан ары бөлінбейтін бөлшегі түбір деп аталады деп айтамыз да, түбірдің белгісімен бала, лар ол жалғау. Жалғаудың белгісі осылай болады, не? Дәптерлер жалғау. Сенімді түрде айта аламыз білгендіктен, бұл жалғау, көптік жалғауы. Түбірі көптік жалғау. Түбірі көптік жалғау. Мектеп түбірі тер көптік жалғау. Көптік жалғаудың осы 6 жалғауды жаттап алсақ жеткілікті. Жалғау, көптік жалғаулары. Келесіде сіздермен жіктік жалғауды, тәуелдікті және септік жалғауларды осылай бір рет қайталап еске түсіріп аламыз. Содан кейін сөз құрамына талдау сіздерге қиындық тудырмайтын болады.